Сәлем, қалдарыңыз қалай? Тағы да көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Сіздерге бүгін өткенде айтқан мен қаржылық сабақ туралы, қаржылық сауаттылық туралы сабақ сатып алып жатырмын деп, сол бүгін есіме келді. Мен сіздерге айтып беріп едім, соның жалпы қарызды, кредитті тез жабудың құпияларын қандай екендігін мен сіздерге айтып беремін деген болатынмын. Сол уәдемде жаңағы айтқанымды ұмытып кетіппін, есімнен шығып кетіпті. Таңның құдіреті ғой, тағы да бүгін тұрғаннан кейін жаңағы сабақтарымды түсіріп, ойымды жинақтап, қағазға жазып отырып, есіме сап ете қалды. Содан кейін бірден қайтадан түсіріп жатырмын. Сіздерге пайдалы болсын. Кімнің қарыз несиесі бар, кім жаба алмай жүр, шаршап жүр, 10 жыл, 15 жылға алған несиелеріңіз, қарыздарыңыз болуы мүмкін, ол ипотека болуы мүмкін, автокредит болуы мүмкін, тағы да басқа үлкен жобаларға алынған қарыз кредиттер болуы мүмкін. Жалпы қарыз кредит дегеніміз адамдардың негативті состояние болғаннан кейін энергиясын теуіп жүреді деп мен сіздерге айтқанмын. Үнемі адамды шаршатады, ұйқысын келтіреді. Өйткені ми ешқандай демалыссыз жұмыс істейді. Миға уже сіз айтып тастадыңыз, 15 жыл төлейсің деп болды. Ал 15 жыл бойы ол ми ойлап жүреді. 15 жылға нагрузка бар деген сөз. Сондықтан ол еще тесік-шелек сияқты миыңыздан да бөлек сіздің өзіңіздің және барлық состоянияңызды төменге түсіріп жібереді. Әрқашан өзіңізді жүйкеңіз тозады, жаңағы ұрыс-керіс болады. Лучше вообще кредит қарыз болмаған жақсы, болмай-ақ қойсын әрбір қазақта. Сондықтан соның ең мықты жолы, стратегиясы, құпиясы мынадай екен. Ойланбағанбыз шығармыз, пайымдамаған шығармыз. Біз жаңағы әрине қарыз болғаннан кейін, кредит болғаннан кейін бірде неше түрлі ситуациялар болады, жағдайлар болады. Айлық табысымыз біздің қарыз кредиттен аспай қалып, тағы біреуден қарыз аламыз. Оны береміз деп тағы біреуден қарыз аламыз. Оны жабамыз деп тағы бір кішкентай қарызға кіріп кетеміз. Сөйтіп жүргенде бір киім алғымыз келеді, тағы бір деңгейге келеміз, тағы бір нәрсе. Солай. Қарыз деген нәрсе уже үйреніп алсаң өте жаман нәрсе. Сондықтан лучше оған үйренбей-ақ қою керек. Қарызды бір рет алып үйрендіңіз ба, ол сізге жеңіл ақша сияқты болып кетеді да, ала бергіңіз келеді. Тем более қазір вообще сол банктерде адамдардың психологиясын біліп алған, оларда ақша жасайды ғой, сондықтан неғұрлым удобный заттар жасап қойған. Адам жалпы жеңіл, удобный, комфортный затқа тез үйренеді. Алады да қазір онлайн вариантпен 1 минуттың ішінде сізге заявка берсеңіз, одобрение, не одобрение деген келеді. Бұрын мысалы банкке барып сағаттап, күндеп жүріп, ертең келіңіз, бір күннен кейін жауап шығады дегенде, кейбір адам оған шыдамсыздық танытатын, мүмкіндік болмайтын барып жүруге, мысалы кейбір адамның денсаулығы жоқ, кейбіреудің көлігі жоқ. Сондай факторларға байланысты қарыз кредит кішкене болсын азырақ болатын. Қазір көп болуының себебі әрбір жанның қолында телефон бар, ноутбук бар, интернет бар, барлығы қол жетімді отырады да, жаңағы бір нәрсе керек болғанда ең оңай жолды, ең оңай шешімді ми қабылдайды да, кредит ала салайын дейді. Алады да, телефонынан заявка береді, одобрение дейді, барады да, любой банкоматтан шешіп ала салады, жұмсай салады. Сонда ол оп-оңай жеңіл ақша сияқты болады. Содан кейін ми каждый раз проблеманы солай жеңіл шешіп үйреніп алады. Бірақ ол бірінші уақытта бір-ақ реткі сіздің қуаныш сыйлауы мүмкін. Алайын деп жатқан затыңызға, қажеттілігіңізге жаңағы бір керемет бір қуаныш сыйлауы мүмкін. Бірақ оның арт жағында 12 рет төлейтін, 22 рет, 24 рет, 36 рет, 48 рет төлейтін деген бар. Ол бітпей қояды, адамды жалықтырады, шаршатады. Осыдан тез құтылудың жолы, амалы, сіз А4 бумаганы аласыз, миыңыздан босатып, барлық қарызды А4 бумаға четко түсіресіз. Четко прям. Қаншалықты қарызыңыз бар, кімге қарызсыз, көзіңізге көрсетіп, жәнегіндей кәдімгі жазасыз. Жазасыздағы, онсыз да төлеп жүрсіз ғой сол кредит қарыздарды. Соны төлейсіз, содан кейін галочка қоюды бастайсыз. Сіз соның ішіндегі ең аз қарызыңыз бар ғой, ең аз қарыз. Сол ең аз қарызға фокусты қойып үйренесіз. Аласыз да ана кредиттеріңізді жабасыз, но осыған қосымша бір нәрсе, үйіңіздегі артық затты сатасыз ба, қосымша бір жұмыс істейсіз ба, білмеймін.
В общем, мақсатты қоясыз да, ең аз қарызыңызды, ең аз, мысалы біреуге 5.000 теңге қарызсыз ба, 10.000 теңге, 25.000 қарызсыз ба, білмеймін. Сіз оларды жаңа кредиттерді жауып алайын, содан кейін берем деп қалдыртып жүруіңіз мүмкін. Жоқ. Мүмкіндік бар негізі. Сізге қарызға кірдіңіз ба, значит, ол сіздің сол ресурстарды орындай алатын, сіздің сол ақшаларды таба алатын мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Значит, не істейміз? Жаңағы бір мүмкіндікті пайдаланып, именно мақсатты фокусты қойып, ең аз қарызды жабамыз. Мысалы, 30.000 теңге біреуден алған болсаңыз, сол 30.000 теңгені өлдім талдым білмеймін. Табасыз, жабасыз да галочка қоясыз. Бітті. Не істейді ме? Молодец, қарыз кредитті жауып жатыр деген сізге бұйрық келеді. Осыдан кейін сізге тезірек жабу техникасы жұмыс істейді. Одан кейін екінші қарызды табасыз. Екінші қарыз жаңағыдан азырақ. Мысалы, допустим, 120.000 теңгенің қарызын сіз айында 30.000 теңгеден жауып жүріңіз. 20.000-нан, 10.000-нан жауып жүріңіз мүмкін деймін. 10.000 теңгеден жауып жүрдіңіз, сіз босаңсымайсыз, соғалып тоқтамайсыз. Жаңағы алдыңғы кішкентай қарызды жапқан 30.000 теңгені қалай таптыңыз? Тура сол жолмен қосымша 30.000 теңгені тағы тауып, соны ана кішірек 10.000-дық қарызға қосып, енді 40.000 теңге қылып жабасыз. Сонда получается, бір жыл жабылу керек болған 10.000 теңге қарызыңыз 3 айда жабылады. Солай ана қарыздарды жапқаннан кейін, ана үстінен қалатын ақшаны болды ғой мынау деп басқа жаққа шашпай, ақша мақсатсыз тұрса, негізі бостан-босқа жоқ, басқа бос жолдарға жұмсалып кетеді. Сондықтан келесі үлкен қарызыңызды жабуға кірісесіз. Солай осындай стратегиямен, осы құпиямен тезірек қарыздан құтылуға болады екен. Құттықтаймын, сізге бұл пайдалы болды деп